Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиеті де орасан. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданып келеді. Пайдалы ақпаратты соңына дейін тыңдап, парақшаға жазылуды ұмытпаңыз. Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң-ақ нәтиже бере бастайды. Тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде де 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз, араныңыз ашылып тәбетіңіз артады. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізіңіз. Тамағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз,